Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі ана тілі сабағымызда заттың атын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта өлеңнің мазмұны бойынша сұрақ қойып, сұраққа толық жауап береміз. Сұрақ қою арқылы заттың атын білдіріп тұрған сөздерді табамыз. Жазу жолын, жол аралықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, көркем жазамыз. Балалар, бұл қандай заттар? Дұрыс айтасыңдар, тазалық құралдары. Қазір мен сендерге адамның денсаулығына, тазалығын сақтауға қажетті заттар туралы жұмбақ жасырамын. Ал кәне шешіп көрейік. Жуынып болғанда жүреді қолдарда. Кәне ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, ол орамал. Түйістіреді көзінді көзіне, жолықтырады өзінді өзіне. Кәне шешіп көрейік. Айна, жарайсың. Қалтамда жатыр тісі бар, тістемей-ақ істер ісі бар. Ол не? Тарақ. Өзі кірді ашады, суға салса қашады. Ол не? Сабын, жарайсың. Балалар, сабын мен судың арасында қандай достық болуы мүмкін? Сабын өз бетімен қолдағы кірді кетіре алмайды. Оған су керек, сол кезде ғана қолдағы кір кетеді. Ендеше бүгінгі сабақта Серікбол Хасанның қолынды жу өлеңімен танысамыз. Қолынды жу, қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбікке малып. Жасыл қызыл ағын, қолдана бер бәрін, жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда, таңда түсте кеште, қол жуудан тынба. Енді өлеңнің мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы? Қолды жууда әрдайым шаршамау, тазалықты ұстану туралы. Сабынның қандай пайдасы бар? Ал жауап берейік. Қолдағы микробтарды толық жуу үшін керек. Тазалықты үнемі сақтау үшін не істеу керек? Үнемі қолымызды таза ұстауымыз қажет. Заттың атын білдіретін сөздерді тап. Заттың атын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады? Кім кімдер, не нелер? Ендеше осы сұрақтарға жауап беретін сөздерді табайықшы. Мәтінге көз жүгіртіп, тез табайық. Қандай сөздер екен? Сабын мен тазалық. Ендеше сабын туралы бейнероликке назар аударайық. Ой, мұнда кім келген? Қайырлы таң, Сабын. Біз бүгін жуынуды үйреніп жатырмыз. Олай болса, балалар, мен сендерге қалай дұрыс жуыну керек екенін айтайын. Гигиенаның бірінші және ең басты ережесі қолды жуу. Біздің қолымызға тыным жоқ. Себебі біз әртүрлі заттарды ұстаймыз. Ал ол заттарда түрлі микробтар болуы мүмкін. Микробтар бұл кішкентай, көзге көрінбейтін ағзалар. Егер олар біздің ішімізге түссе, ауырып қалуымыз мүмкін. Сондықтан қолымызды сабындап, мұқият жууымыз керек. Гигиена ережелеріне сәйкес қол жуу көйлектің жеңін түріп, олар су болып қалмауы үшін жоғары көтеріп қою керек. Қолды сабындағаннан кейін, оны жылы сумен шайып, одан кейін өз сүлгіңмен құрғатып сүрту қажет. Сонымен, балалар, ең басты ереже ауырып қалмас үшін тамақтанар алдында үнемі қолды жуу керек екенін естен шығармаңдар. Иә. Сонымен балалар, қолымызды әрдайым жуып, таза ұстайық. Балалар, кеудемізді көтеріп, иығымызды тік ұстаймыз, аяғымызды жерге тигізіп, үстелде түзу отырамыз. Мөлдір, көбік деген сөздерді көркем етіп жазамыз. Жазып болсақ, үшінші жаттығуда су, сабын, сүлгі, тарақ, айна деген сөздерді үтір арқылы
көркем етіп жазамыз. Бірінші сөз бас әріппен басталып жазылады. Айна деген сөзден кейін нүкте қойылады. Сөздерді оқып, осы тақырыпқа қатысты сөздердің суретін саламыз. Қай сөздер тақырыпқа сай екен? Жарайсың тақырыпқа қатысты сөздер сабын мен сүлгі екен. Балалар, қолымды жу өлеңінің мазмұны бойынша дұрыс сұрақтарды тап. Таңертең жаттығу жасау міндетті ме? Осы өлеңге қатысты ма? Қатысты емес, жарайсың. Қолды немен жуамыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қандай сабын қолданамыз? Ойланайық. Жарайсың. Кешке тіс самыз ба? Өлеңде тіс туралы айтылды ма? Жоқ, айтылмады. Тамаша, жарайсың. Сонымен бүгінгі алған білімімізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап жіберейік. Төменгі баспалдақ тапсырманы орындай алмадым. Ортаңғы баспалдақ тапсырманы жартылай орындадым. Жоғарғы баспалдақ тапсырманы орындап шықтым. Балақай, бүгінгі тапсырмаларды орындап шықтың деп ойлаймын. Жарайсың.